нанның ортасын тіліп көрсетейін. Осы рецепт ұнаса, сіздер де жасап көріңіздер. Нанның толық рецебін описаниеде көрсететін боламыз. Көп рахмет сіздерге. Ең алдымен ашытқы қоям. Ол үшін ұнға дрожь саламын, араластырамын. Сосын су құямын, араластырып. Так, кішкене су жіберемін. Не ашытқының құрамы осындай болу керек. Не қою емес, не сұйық емес. Осындай біркелкі болу керек. Ішінде оның ешқандай түйіршіктері болмау керек. Қазір мен бұның бетін арнайы тамаққа арналған пленкамен жауып, 2 сағатқа жылы жерге қоямын. Міне ашытқымыз көтерілді, жақсылап тұрып. Енді қазір нанның қамырын елеймін. Онды електен өткізіп алдым. Суға бір үлкен қасықпен 1 қап ас қасық қант саламын, араластырамын. Суға қантымды салып еріттім. Оның үстіне құямын. Тұзды қалауыңыз бойынша салыңыздар. Көтерілген ашытқымды саламын. Сүтімнен құямын. Жақсылап тұрып араластырамын. Су онды көп сорғаннан кейін тағы да ұн салдым ішіне. Енді май қосам. Магазиннен алған ұндарында емес, мынау суды көп сорып тұр. Сондықтан ертең нан дайындағанда сіздер енді ұнның мөлшеріне де, сұйықтықтың мөлшеріне де өте мән беріңіздер. Енді май қосып, сармайды қостым. Енді илеймін, араластырып. Сармайымды қосып иледім. Енді мұны кішкене тағы да илеңкіреп, тармай қамырдың бойына сіңгенше кішкене басыңқыраймын. Қамырда кішкене нан тақтайдың үстіне болсын, столдың үстіне болсын, кішкене мынандайға соғыңқырап жіберу керек. Өйткені кішкене нанымыз жабысқақта болып тұр, тестіміз. Мынандай болды. Енді аздап ыдысымызға өсімдік майын тамыз жіберіп, бүйтіп нанымызды ішіне саламыз қазір. Көтеруге қоямыз тағы да. Жылы жерге. Міне нанның бетін жаптым, енді көтеруге қоям жылы жерге. Міне қамырым көтерілді, енді қамырдан нан дайындаймын. Аздап болма өсімдік майынан жағып аламын. Үстіп шайып алдым. Енді нанның бетіне базилик жапырақтарын себемін.
бардовый сеті де бар арасында. Себемін. Жайлап ораймын. Орап. Жасап. Бұлай істеймін. Қайтадан табақшасына сала тұрамын. 20 минуттан кейін 20 минут көтеруге қоямын, сосын арасына ірімшік себемін. Қамыр мынандай болып тағы да етті, көтерілді. Енді арасына сыр салып жіберемін. Арасына сыр салам. Жұмсақ сыр, жұмсақ ірімшік және қатты ірімшік. Үйдегі бар сырларыңды, ірімшіктеріңді сала берулеріңізге болады. Енді осылай бүктеймін. Арасын бір-біріне табана бітіп протеинге бетіп саламын. Енді тағы да көтеруге қоямын. Тағы да көтеруге қоямын. Бетіне өрнектер салдым. Бетін орамалмен жауып, тағы да көтеруге қоямын жыл жерге. Нандай болып наным көтерілді. Енді оның бетіне сүт жағамын. Мен нанымды 180 градусқа қоямын. 45-50 минутта пісуге тиіс. Сіздер өздеріңіздің пештеріңіздің пісіруіне қараңыздар. Бетіне, нанның бетіне күнжіттің дәндерін сеуіп жіберемін. Мінекей, арасына базилик пен ірімшік қосылған нанымыз пісіп дайын болды. Енді кішкене суығаннан кейін дәмін көретін боламыз. Қыздар, енді осы нанды пісіру барысында бұрынғы пісіріп жүргеніме қарағанда көптеген кедергілер болды. Себебі мына кешегі сатып алған ұнымның құрамы өзгешелеу екен. Жоғары сорт ұн болғанмен суды бойына көп сіңіреді екен. Сондықтан мен төмендегі описанияда рецептісін жазғанда шкаламен көрсететін болам. Нанның ортасын тіліп көрсетейін. Нан өте жақсы піскен. Ортасы үлбіреп тұр. Өзі жұмсақ. Дәмі енді керемет. Иісі қандай дейсің? Иісі бұрқырап тұр ас үйдің ішінде. Қадірлі, ал енді осы рецепт ұнаса, сіздер де жасап көріңіздер. Нанның толық рецебін описанияда көрсететін боламыз. Көп рахмет сіздерге.